Тобаев Азамат 2017 жылы алаяқтық бабымен, 2018 жылы 106 баптың бірінші бөлігімен, 2022 жылы тағы да 190 баптың екінші бөлігімен, және 2024 жылы 17 қазанда оған осы тергеу болып жатқан кезде үкім шыққан. Ол бойынша 7 жыл бас бостандығынан айырылған менің білуімше. Бұл 5-шісі болып тұр. А Нұрқияс ше? Бұрын соңды. Нұрқияс та бірнеше рет іске тартылған, ол анаға бұзақылықпен тартылған менің білуімше. Содан кейін бұл кейбір істер соттылығы жабылған, ал кейбіреулері тараптардың татуласымен тоқтатылған. Соңғы мен айтып кеткен сотталған деп тұр, оған енді өз жауап бермей қойды ғой. Оны білмейміз, ол өтелген бе өтелмеген бе.